тұрғын шырағым, көк байрағым айбыным, қасиетті туарым деген өлең жолдары құдіретті де қасиетті елімізге арналады. Дәлірек айтқанда, еліміздің аңсаған арманы, яғни ата-бабаларымыздың арманы, аналарымыздың көз жасы, құдіретіміз, тәуелсіздігімізге биыл 31 жыл. Әрине, тәуелсіздік оңай жеңіс емес. Көк аспанымызда көк туымыз желбірегеннен бері еліміздің жағдайы жақсарды. Осы 31 жыл ішінде тәуелсіздігіміздің арқасында талай жетістіктерге жеттік. Бүгін мен Ақтөбе қаласындағы өлкетану мұражайындамын. Бүгін менімен сұхбаттасатын Құлмұханов Медет. Ең алғашқы сұрағым, тәуелсіздік туған ел дегенде әрбір адамның жүрегінде ыстық сезім ұялатыны анық. Яғни тәуелсіздік туған ел туралы айтып кетсеңіз. Сұрағыңызға жауап берейін. Тәуелсіздік дегенде ең бастысы ол адамның әрбір жүрегінде орын алатын нәрсе. Туған ел деген кезде ең бірінші бізге өзіміздің ұлттық санамыз оянады, елге деген сүйіспеншілігіміз оянады, құндылықтарымыз ояна түседі. Ең бірінші басты құндылығымыз осы туған елдің ішінде тәуелсіздік. Тәуелсіздік бар жерде туған ел де бар. Тәуелсіздік жоқ жерде ең басынан білесіздер, яғни туған еліміз жоқ. Сондықтан біз осы екі ұғымды біріктіру арқылы ең басты құндылық дейміз, ол тәуелсіздік айтамыз. Еліміздің болашағы жастардың қолында дейді. Яғни қазіргі жастардың жетістіктері туралы айтсаңыз. Енді тәуелсіздік алған жылдар бізде жастарымыз көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Бірінші жетістігіміз ол болашақ бағдарламасы бойынша шетелге оқуға барса, екінші жетістіктеріміз мына жастарымыз бизнес саласы бойынша дамытып жатса, үшінші жетістігіміз спорт саласы деп жатырмыз, мәдениет саласы деп жатырмыз. Ең соңында мына біздің жастарымыз қазіргі таңда технология меңгеріп жатыр әлем бойынша, немесе спорт саласы бойынша дамып жатыр. Соның біреуі мысал келтірейік, өзіміздің жерлесіміз Димаш айтып бар. Одан кейін мына шахмат бойынша Маңғыстаудан шыққан тағы бір жерлесіміз бар. Сол кісінің де айтып кетуі жастар жағынан. Енді айта берсек көп жастар. Соның ішінде кеше ғана Азия чемпионаты болды. Содан да біздің жас жігіттеріміз, жас қыз балаларымыз әлем деңгейінде, Азия деңгейінде қаншама алтын әкеліп кетті Қазақстан. 6 бірде алтын әкелді. Ол үлкен жетістік деп айтамыз. Жастардың жетістігін соңында айта аламыз. Сізбен келісемін. Осы тәуелсіздік алғанымызға 31 жыл болды. Ал осы 31 жыл ішінде еліміздің жетістіктері айтып кетсеңіз. 31 ішінде біз жетістік көп айтуға болады. 31 жылдың ішінде біз мынандай не қойдық бізге. Тапсырма ретінде немесе біздің алға қойған мақсатымыз бар. Ең бірінші экономика, халықтың жағдайын көтеру, содан кейін барып жаңағыдай рухани құндылық деген сияқты мақсат қойдық. Сол себепті бізден көптеген шетелмен, немесе қоғамдық бірлестіктермен, әлем ұйымдарымен байланыс жасадық. Ең бірінші жетістігіміз Біріккен ұлттар ұйымымен байланыс жасау. Одан кейін тағы жетістігіміз ядролық сынақтан бас тарту, одан кейін ұлттық теңгемізді енгізу, солардың бәрі жетістік болып саналады. Конституцияны қабылдау, қарап отырсаңыз, тәуелсіздік жылдарында жетістік. Одан кейінгі тағы үлкен жетістік әлем бойынша алатын болсақ, OBSE-ге төрағалық ету, немесе экспо бойынша көрме өткізу әлем бойынша, соның бәрі үлкен жетістік деп білемін. Азия чемпионаттарын өткізіп жатыр, басқа универсиада соны өткізіп жатыр. Оның бәрі бізге үлкен жетістік болып саналады. Экономикалық жағынан болатын болсақ, экономикалық форумдар өтіп жатыр. Мәдениет саласы алатын болсақ, жаңа айтып өттім, мәдениет саласы бойынша конференциялар қаншама өтіп жатыр. Соның бәрі алып келген кезде сыртқы ішкі байланыс деп айтамыз. Соны біздің жетістігіміз болып саналады. Содан біз қазір көріп отырсыздар, қарқынды дамып жатырмыз. Сізбен толықтай келісемін. Біздің осылай жетістіктерге жетуіміздің арқасы ең басты жастардың қолында. Және сізге бүгінгі сұхбат бергеніңізге рахмет, уақыт бөлгеніңізге де рахмет. Жақсы рахмет. Қазақстанның кен даласын, биік тауларын, ормандары мен көлдерін көрген адам оны еш уақытта ұмыта алмайды. Қазақ халқы ежелден еркіндікті аңсаған, соның жолында талай қиыншылықты кешіріп, күресе білген жауынгер халық атанған ел. Тәуелсіздік үшін басын бәйгеге тіккен қазақтың біртұтастығына, ұланғайыр өлкесіне көзін алартқандар аз болған жоқ. Мемлекеттің нығайып көркею жолында жан теріңді сығып, тынбай еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі екеніңді ұмытпа. Жасай бер елім, менің елім Қазақстан.